Assalamu alaikum бағбандар жамааты, саламатсыздар бі? Біз бүгін дағы айыл азығы деген Бейшенбек Бекешев әкеміздің дүкеніне келдік. Бұл жерде қырғызға керекті болған бардық азықтар сатылады екен. Дағы айтам туғандар, мына қырғыз етті жақсы көреді. Мына еттен баштайлы, мына чучук, мына уйдун еті, сулп еті, уйдун, тоқтун еті. Мына жерде сүр чучуктар, сүр еттер, үй татамалы дейді, переправа. Мына тұздалған құйрықтар, холодец, сармай, мына өзіміздің сулар, өзіміздің производство. Бұл жерде башқа мемлекеттен шыққан еш нәрсе жоқ. Жалаң өзіміздікілер. Жалаң өзіміздің бал, өзіміздің варенье, қаймақ, süt продукциялары, мына макарон изделиялар, қақтың түрі менен, жаңғақ, мисте, бадам, семечкенің ургу, дәнектері, ашқабақ, арахис, мына ушулардын бардығы, мына пастилалар, печеньяның түрлері. Эми дегеле ушул биздин турмуш тирикчиликке керектүү күрүч, бардық азықтар мына өзүбүздөн чыгат. Мына макарондор, жупкалар, могу жакта болсо салаттын түрлөрү, мына шербеттер бар жогу өзүбүздөн чыгат. Бар жок. Бир дагы бул жерде башка мамлекеттерден эч нерсе алынбайт экен. Мына кодум ушундай дүкөндөрдөн Кыргызстан боюнча миңдеп, 10 миңдеп ачыш керек экен да. Мына ошондо мына бүгін мысал үшін ушул магазинде 10 миң сом сода болду. Ошол 10 миң сом биздин мамлекетте калат. Ошол 10 миң сомдон мына ушуну өндүрүүчүлөргө барат. Ошол акча эч жакка чыкпайт, өзүбүздүн бюджетке түшөт. А булардын эми эмне башка мамлекеттерден эмнеси экен биздин продукциянын? Эч кемчилиги жок. Аларга караганда бом баш өйдө. Биздики бардыгы табигый, органика деп азыр элдин бардыгы какшап атпайбы? Органика, иммунитет эң модный сөз болгон. Ушулардын бардыгын мына ушул азыктарды жеп аласыңар туугандар. Ошон үчүн биздикин колдогула, өзүбүздүкүн колдогула, өзүбүздүкүн сатып алгыла туугандар. Бул биздин өнүгүү жолубуз. Өнүгүү жолубуз өзүбүздүкүндө. Жалаң гана өзүбүздүкүндө. Биздин жерлерибизде туугандар